Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Мені оқы. Бүгін біздің арнамызда өте бір қызықты әңгіме болғалы тұр. Менің арнама лайк басып, тіркеліп отыруларыңызды сұраймын. Әңгімемізді бастайық, кеттік. Екі оттың ортасында қалдым. Үйленгеніме 13 жылға жуықтап қалды. Аллаға шүкір, жағдайым ешкімнен кем емес. Ел қатарлы үй салдым, көлік алдым, тұрақты жұмысым, өзім сүйіп қосылған әйелім де бар. Бірақ адамның төрт құбыласы әрдайым тең бола бермейді екен. Соңғы кездері өзімнің анам ренішін білдіріп әңгімесімен басымды қатырып жатыр. Ал оның айтқанын істейін десем, әйелімнің көңіліне жыға алмаймын. Қысқасы былай. Менің әйелім 2 ағайынды еді. Өзінен кейін інісі бар тұғын. Біз үйленген жылдары мектепті енді бітіріп студент атанған болатын. Университеттің 3-ші курсында достарымен шомылуға барып суға батып қайтыс болды. Тағдырдың жазуы шығар десе де қазасы бәрімізге қатты батты. Жезде деп ақыл сұрап көмекшім боп жанымнан бір елі қалмайтын бала еді. Қайнымның қазасы ата-енеме, әйеліме де оңай тимеді. Әсіресе қайын атам бүк түсіп жатып қалды. Ұрпағын жалғастыратын жалғыз тұяғынан қапия да көз жазып қалды. Осы қайғыдан соң жиі қан қысымы көтеріліп кете беретін болды. Сол ауру 3 жылдан соң атамызды да алып тынды. Ауырдым деп айтпай, ішінен тынып жүрген екен. Ұйықтап, азанда оянбай қалды. Құдай мұндай қайғыны ешкімнің басына бермесін, оңай емес екен. Денелі бойы ұзын енем бір сәтте шөгіп бір уыс болып қалды. Әйелім енді анасынан айырылып қалмайын деді. Қайта сол кісіге барып, кейде сонда қонып қалып жүрді. Атамыздың жылдық асын өткізгенше үндемедім. Әйтпесе 2 күннің бірінде төркінінде жүргені маған да ұнамайтын. Әйелі жоқ үйде береке болсын ба, асын берген соң сандуғаш та енді үйге болғанын дұрыс, тірі адам тіршілігін жасау керек деп әңгімені бастадым. Мамамды қайтем, ол енді жалғыз, қалай өмір сүреді деп жылап қалды. Мамаң жалғызсырамас үшін Рамазанды сол кісінің қолына берейік, мектебіне де жақын, апасына да қолғанат болып жүреді деп ұсыныс білдірдім. Бұл ойымды әйелім де қуана қолдады. Сөйтіп баламыз апасының қолына көшіп барды. Дегенмен апта сайын біз барамыз, кейде апасы екеуі келіп кетеді. Арадағы байланыс үзілген жоқ. Ол кезде балам 5-ші сынып оқитын, әлі бала артық ауыз тірлігі жоқтығын. Бірақ уақыт өте, мінез құлқы өзгеріп, сабақтан соң үйге тіке қайтпай достарымен көше кезетін әдет шығарыпты. Онысыны апасына уайым. 1-2 мәрте ескертіп тәртіпке шақырғандай болдық, бірақ нәтиже шықпады. Ақырында енем балаларың бұрынғыдай емес, ержетіп келе жатыр, енді мені тыңдамайтын болды. Көшеге құмар, ертеңгі күні бірдеңе болса мен жауап бере алмайды екенмін. Өздерің тәрбиелеңдер деп үлкенімізді өзімізге қайтарып берді. Сөйтіп енем 1 жылдай жалғыз тұрды. Ондай кезде әйелім қатты уайым, күніне бірнеше мәрте телефон соғып, видео қоңыраумен жиі сөйлесіп хабарын алып тұрады. Ол кісі де қартайды ма, жиі ауырады, қант диабетіне шалдыққан, кейде қан қысымы көтеріліп кете береді. Bir күні әйелім жылады. Мамамның қартайғанда жалғыз қалатыны не жазығы бар еді. Құдай інімді алғанша мені алмады ма, шаңыраққа ие болып отырар еді ғой деп ішіндегі шерін тарқатқанда сай-сүйегім сырқырап кетті. Түсінем, оғанда оңай емес. Мына жақта отбасы, ана жақта жалғыз анасы, бәрі өзіне уайым. Содан мен сандуғашқа мамаң біздің үйге көшіп келе салсын деп, жер үйдеміз, бөлме бәрімізге жетеді ғой дедім. Оның үстіне ары бері кетсек балаларға бас-көз болып отырады дедім. Шынында да енемнің ешкімге зияны жоқ, өте зиялы кісі. Мен дегенде жанын беруге әзір. Ұсынысымды әйелім естігенде жүрегі жарылардай қуанды. Осыны саған қалай айтарымды білмей жүр едім. Рахмет деп бетімнен шөпілдетіп сүйіп алды. Ертеңіне екеуміз енеме барып ойымызды айттық. Біздің балалардан да шаршап кетсеңіз, өз үйіңізге келіп тұрарсыз. Ерік өзіңізде, дегенмен біздің үйде болғаныңызды қалаймын дедім.
қалай болар екен, ел-жұрт әңгіме етпей ме деп біраз қипақтап ақырында көнді. Бір аптадан соң киім-кешегімен көшіріп әкелдік. 1 жыл болды енем біздің үйде тұрып жатыр. Шынымды айтайын, үйге береке кіргендей болды. Сандуғаш екеуміз күні бойы жұмыстамыз, келсек тамақ дайын, балалардың да қарны тоқ. Өзіме бұл шешімім ұнады, бірақ өзімнің туған анам миымды жеп жатыр. Сен бала, неге бізбен ақылдаспайсың? Енді біз сенің үйіңе барып аунап-қонып қалай жатамыз? Қонып та қалай жатамыз? Құдағи да қызық, жұрттан ұялмай қалай көшіп келе салды. Бірдеңе етіп үйіне қайтар. Сол келгелі сенің үйіңе баруды сиреттік. Бұрынғыдай апталап жата алмай қалдым деп айта береді. Онда тұрған не бар? Келе берсеңші, қайта әңгіме айтып жер тарқатасыздар ғой десем түсінбейді. Нұрбектің енесі күшік ене болды. Осының қолына көшіп келгелі деп төркін жағына әңгіме айтып отыр бір жиында. Ызам келді. Мама, мынауыңызды Сандуғаш пен құдағиыңыз естімесін, ендігәрі айтпаңыз. Ол өзі келген жоқ, мен әкелдім. Ол да менің екінші анам. Жалғыз қалғанына жазықты ма деп сөйледім. Содан бері өз анам қырын қарап жүр. Бұл қайын-жұртшыл құдағиға арнап туғанбыз деп тағы сөйлейді. Қалай айтсам да анама түсіндіре алмай қойдым. Менің істегенім дұрыс емес пе? Неге туған анам жағдайды түсінуге тырыспайды? Енем үшін анаммен де ашу-араз болғаным қатты жаныма батып жүр. Авторы Думан Серіков. Құрметті оқырмандарым, бүгін сондай бір өзгеше бір тақырыпта бүгін біз әңгіме қозғадық. Өмір болғасын әртүрлі жағдай болады ғой. Әрине, әртүрлі жағдай болғанның өзінде де кішкене адами қасиетті қойып, адамның да хал жағдайына қарай, болмыс тұрысына қарай да ол адамны өз орнына қойып та қарап, адамның түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Бұрынғы ата-бабаларымыз енді күшік кию, күшік ене деген сияқты сондай қайын-жұртқа деген кішкене араласуды қойған ғой. Жылға тағы бір жыл салып барады ғой қайын-жұртқа. Қазір заман басқа деген сияқты. Но дегенмен де мына жерде енді ол кісінің үлкен жасына қарай, өзінің ауыратын денсаулығына қарай, ол жерде мен өз басым ойлаймын, анасын қолына алғаны дұрыс деп. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті оқырмандарым? Күйеу баласы енесін үйіне әкеліп қоюы дұрыс па? Әлде бұрыс па? Комментарий жазып кетсеңіздер, ойларыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, бірге талқылайық комментарияда. Арнама лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Зейін қойып, соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Күндеріңіз сәтті өтсін.